Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен осындай өте әдемі көрінетін, қонақтарыңызға ұялмай ұсынатын, жұмсақ болып шығатын өте дәмді пирогты бірге дайындаймыз. Каналдан алыстамай видеоны соңына дейін көріңіздер. Егер де үйде желінбей жатқан варенье болса, міндетті түрде осы пирогты жасауға кеңес беремін. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құйып, үстіне қант, тұз және де 1 шай қасық құрғақ ашытқымызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Кейіннен үстіне 1 жұмыртқамыздың ағын саламыз. Сарысын бетіне жағуға алып қаламыз. Негізінде бұған 1 жұмыртқа салыну керек. Мен алайда осылай сарысын бетіне жағуға алып қаламын. Және де бұл жерде менде қаймақ. Негізі сіздер ерітілген бөлме температурасындағы сары майды саласыздар. Және барлығын басы біріккенше жақсылап араластырамыз. Соңынан електен өткізіп ұнымызды саламыз. Неке ұнымызды салып болған соң тағы да жақсылатып араластырып аламыз. Қамырымыз қоюланып өзіне қанша ұн алады сонша қосамыз. Мінеки осылай қоюлана бастаған кезде қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Бізде қолға жабыспайтын жұмсақ осындай қамыр шығады. Бетін жауып 1 сағат уақытқа жылы жерге қоямыз. 1 сағаттың ішінде қамырымыз осылай 2 есе көтеріледі. Және оны 4 бөлікке бөліп, осылай бетін салафан қалташасымен құрғап кетпес үшін жауып қоямыз. Енді әр қамырмен бөлек-бөлек жұмыс жасаймыз. Ең алдымен бір қамырымызды үстеліміздің үстіне ұн себе отырып, орташа қалыңдықта дөңгелек етіп ысып аламыз. Бұл ысқаныңыз сіздің пирогыңыздың көлеміне байланысты. Яғни менде осындай үлкен противенмен бірдей дөңгелек қамыр шықты. Және осы дайын болған қамырдың үстіне тосабымызды саламыз. Кез келген вареньені пайдалана берсеңіздер болады. Менде бұл жерде смородинаның вареньесі. Сұйығырақ болды, ол ештеңе етпейді. Сыртына шықса да ол солай пісіп кетеді. Сондай-ақ дәл осы қалыпта екінші қамырымызды да жайып, осының бетіне орналастырамыз. Мен екінші қамырым сәл кішірек болып қалыпты. Ол ештеңе етпейді. Және оны да үстіне осылай тосабымызды барлық жеріне тигізе отырып жағып шығамыз. Дәл осылай үшінші қамырымызды да бетіне қойып тосабымызды жағып, сондай-ақ 4-ші қамырымызды да дәл солай жабамыз және бетіне осылай стаканмен дөңгелек форма келтіріп аламыз. Қамырымыздың дәл ортасын білуіміз қажет. Содан соң бірден 4 бөлікке бөлеміз, оны тағы да 2 бөлікке бөлеміз осы видеодағыдай. Міне бұл жерде бізде енді 8 бөлік шықты. Енді әр 8 бөліктің ортасын 2-2-ге бөліп шығамыз. Сол кезде барлығы 16 бөлік болып шығады. Осындай менікі секілді роликпен бөлуге кеңес беремін, себебі пышақпен ыңғайсыз болады. Және дәл видеодағыдай осылай 3 рет немесе 4 рет жан жаққа, екі жаққа қарама-қарсы ораған дұрыс. Егер мен секілді 3 рет орасаңыздар осындай форма шығады. Ал екіншісіне сіздерге тағы да көрсетейін. 2-3 тағы да бір орадым мен 4. Сонда осылай өте әдемі форма болып шығады. Бұл пирогты жасау үшін сізге ешқандай да форма қажет емес. Дәл осы противен үстіне бірден жасай бересіздер. Менің вареньем сұйығырақ болғандықтан жан-жағына ақты, ол ештеңе етпейді. Мінекей дайын болған соң бетін салафан қалташасымен жауып 20 минут уақытқа тындырып қоямыз. Содан соң қызып тұрған 180 градус пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Осымен біздің пирогымыз дайын. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Мөлдір.